Ассалаумағалейкум, қарапайым мастер арнасының көрермендері. Менің есімім Жабайхан, өздеріңіз білетіндей. Бүгінгі видеода мен сіздерге балапанды қалай қолмен ашыру керек екенін көрсететін боламын. Яғни инкубатор жасайтын боламыз. Бұл инкубатор жасау барысында ендігі видеоларда мен сіздерге өте қызықты тәжірибелер көрсететін боламын. Қаздың, үндіктің, тауықтың балапандарын ашатын боламыз. Сондықтан да ең алдымен біз инкубатордың қалай жасалатынын біліп алуымыз керек. Ендеше видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Онда біз кеттік. Алдымен біз өзімізге қажетті өлшемдегі қорапты тауып аламыз. Сосын бізге керек болатын заттар жарық реттеуші, шам және шамға жалғанатын қалпақша. Біз осы үш затты тоқ арқылы біріктіретін боламыз. Бұл жерде жарық реттеушінің бағасын айтып кетсем, мен 1500 теңгеге осы затты алдым. Біз осы үш затты біріктіргенде бізде дәл осылай жүзеге асуы тиіс. Қорабымыздың артық жерлерін кесіп, және де жаңағы шамға жалғанатын қалпақшаның орнын және реттеушінің орнын кесіп, дәл осы заттарды бекітетін боламыз. Енді бізге құрылыс дүкендерінен табылатын дәл осындай қағаз керек болады. Бұл жылуды сақтайтын қағаз. Дәл осыны қорабымыздың сыртына жабыстырып шығамыз. Міне керемет. Айналасын бәрін мынандай керемет материалмен қоршадым. Құрылыс сататын дүкендерден табыласыздар. Мынандай не сияқты? Жұмсақ. Өзінің несі, өлшемі керемет. Сосын сыртын былай біз жауып қоя аламыз. Міне. Әрине бұны енді біраз жерден тесеміз. Осылай ауа кіріп тұру үшін. Және де ішіне тағы да заттар орнатамыз. Сосын біз осындай ыдысқа, кішігірім ыдысқа су құйып, осындай жұмсақ ыдыс жуатынды салып қоямыз. Сол кезде бізде ылғалдылық болады. Ол маңызды. Және мен істеу барысында білдім, мендегі бір кемшілік, шамның қалпақшасы ыстық желіммен жабыстырған соң, ол ысиды. Сол себепті ол кішкене ериді. Сол үшін біз дәл осындай пластмассаны алып,
қысып қоямыз. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that Міне дайын десем де болады. Сіздер егерде көп жұмыртқа орнататын болсаңыздар, қорапты үлкейтесіздер. Келесі видеода мен сіздерге осы инкубатордан жұмыртқалардың қалай ашқанын көрсететін боламын. Тек қана тауықтыңкі емес, әрине үндіктіңкі, қаздыңкі кіретін болады. Сол себепті келесі видеоларымды асыға күтіңіздер. if I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі видеоларымды көріп, колокольчик басып қойыңыздар және арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Келесі дәл осындай керемет видеода кездескенше сау болыңыздар. Қарапайым мастердің атынан. Давай.